والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Kadında ağlar. Ahlak savabı. Ahlak qayerden çıkan deysen mi? Neden çıkan? Ahlak neden çıkan? Aslında Смысле қалай қайдан шыққан? Qanday saladan çıkan? Қандай саладан? Sizler Aslanbek ұстазымен оқыдыңыздар ғой? Этиканы? Айтқан солай деп болады. Этика деп болады. Ben de karışmaz. Мінез құлық, иә. Мінез құлықты көркемдеу, сонымен жұмыс жасау. Енді негізі ислам үшке бөлінеді. İslam üçge bölünеді. Dinimiz, şariatımız. Onu biz Cebrail hadisinden bilemiz. Cebrail aleyhisselamın meşhur hadisi var. Hadisi Cibril деп айтады. Жаңағы Cebrail aleyhisselam пайғамбарымыз келіп үш нәрсені сұрайды ғой. Біріншісі ислам деген не дейді. Ислам не дегенде ислам бес шартын пайғамбарымыз айтып береді. Ислам бес шартын айтып береді. Екіншісі иман деген не дегенде иманды айтып береді. Алты шартын. Сонымен бірге үшіншісі ихсан. Студенттер ғой да? Иә, студенттер скайппен айтатын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы үш нәрсені айтып береді. Ислам бес шартын айтады, иман алты шартын айтады, содан кейін ихсанды айтып береді. Сонымен бірге ислам дегеніміз сонда бізге фиқхты айтады. Бұл бізге фиқхты үйретеді ислам. Қалай намаз оқу, тағы басқа аралайды. Ал иман болса бізге ақиданы үйретеді. Ал ихсан болса бізге ахлақты үйретеді. Ихсан деген не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ихсан дегеніміз Алла тағала көріп тұрғанда құлшылық жасау, біз оны көрмесек те ол бізді көруде деп бұйырған. Бұл ихсан бізге ахлақты үйретеді. Яғни ахлақ ілімі осыдан шыққан. Ихсаннан шыққан. İslam birincisi kalima şahada, namaz, orazа, zikir, қажылық. Фиқ, яғни бізге іс-әрекетті үйретеді. Қалай іс-әрекет жасау керек, сол. Ал иман болса, мынаны екеуін орнына ауыстыру мен негізі бірінші иман еді. Иман дегеннен ойлаймын ислам деген. Сонда пайғамбарымыз айтады, бұл Cebrail aleyhisselam сіздерге діндеріңізді үйрету үшін келді. Өйткені таңғалады сахабалар, неге? Әрқайсысын біледі жауабын, бірақ сұрайды. Өйткені жауабын айтқан кезде
сен дұрыс айттың деп басын изеп келіседі, мойындайды. Жәбір алейхиссалам біле тұра неге айтып тұр деген кезде, сенің жаңағы сіздерге діндеріңізді үйрету үшін келді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, келу себебін айтады. Дін в общем үшке бөлінеді. Дін дегеніміз иман, ислам, ихсан. Сонда қарасақ, бірінші біз иман, яғни сенеміз. Алла Тағалаға қалай сену керек, пайғамбарларына, кітаптарына, періштелерге, ақырет күніне, тағдырдағы жазмышқа, барлығына қалай сенуіміз керек, соны бізге үйретеді. Одан кейін бізге исламды үйретеді. Фиқ, қалай амал жасау керек, қалай орындау керек. Намаз деп айттық жарайды. Намаз қалай жасалады, ораза қалай жасалады, іс-әрекет үйретеді. Оны бұзатын, бұзбайтын нәрселер. Ал енді осы екеуі жасалғаннан кейін ихсан, ол керек нәрсе өте. Ихсан адам иман етіп, одан кейін амал еткеннен кейін адам өзінің бойында пайда болатын качестволар, жақсы качестволар. Соған кіретін нәрсе ақылақ кіреді, соған. Ақылақ ілімі кіреді. Наған фиқ ілімі кіреді, наған ақида ілімі кіреді. Бұрынғы кезде жалпы бұл ілімдер, ақида, фиқ, ақылақ деп жатырмыз, бұлар бір наука ретінде бұрын езілмеді, жаңағы қарастырылмады бұрын кезде. Өйткені бұлай қажет те жоқ еді. Сұрақ туындаса, тікелей пайғамбарымызға барады, сұрайды, мынау қалай болды, мынау қалай болады деп, фиқ бойынша болсын, ақида бойынша болсын. Немесе сахабалардың каждайының өзінің практикасында бар еді бәрі. Бәрі бар, тақуа, бәрі өзінің бойында бар. Сондықтан бір наука жазып, оның жаңағы сұлбасы мындай шарттары бар, қажет жоқ нәрсе. Бірақ кейінірек, кішкене уақыт өте келе, бұл научный бір наука ретінде бекітілу керек болды. Сосын ислам ғұламалары, мүжтәһидтер бұны бекіте бастады. Мұндай ілім бұл иманға кіреді, ақидаға кіреді. Мына ілімдер, кітаптар исламға, фиққа кіреді. Мына ілімдер ихсан, яғни ақылаққа бөлінеді деді. Сол ақылақ дегеніміз, яғни осы ихсан. Адамда сондай жаңағы сенгеннен кейін, және де амал еткеннен кейін бойында пайда болатын жақсы қасиеттер. Жақсы қасиеттерді білу, және де жаман қасиеттерді біліп, олардан да ұзақ болу, аулақ болу. Енді бұл жайында әрине өте көптеген кітаптар жазылған, соның бірақ өте көп еңбек еткені имам Ғазали. Имам Ғазали көптеген еңбек жазған ақылақ жайында, адам өзін тәрбиелеу жайында, нәпсімен күресу жайында. Мысалы, хулухул муслим, мұсылманның мінез құлқы деген кітап жазған. Осы жерде мысалы қарап отырсақ, тақырыптардың барлығы білген жаңағы нелер. Адам қандай болу керек, немесе қандай сипаттардан, мінез құлықтан аулақ болу керек деген сияқты жеке-жеке әр тақырыпты түсіндіреді. Мысалы, мұсылман кішіпейіл болу керек, сабырлы болу керек, опалы болу керек. Опалы деген благодарный болу керек. Алла Тағала беріп тұрған нәрсесін бәріне благодарный болу керек. А енді наоборот, сосын айтады, шыдамсыз, төзімсіз болмау керек, жаңағы неблагодарный болмау керек деген сияқты, қызғаншақ болмау керек, сондай сондай жағдайларды айтады. Міне, сондықтан бұл ақылақ ілімі өте маңызды. Өте маңызды. Адамда бойында болу керек сол қасиеттер. Қазір кезде кейбір адамдардың теріс ағымға кетіп қалу себебі осы үшінші сипат жоқ адамдарда. Жоқ. Адамдар сенеді, бірақ сенуде ол жерде де проблема бар. Фундамент дұрыс емес. Дұрыс емес сенеді, мысалы. Содан кейін фиқ жағы да дұрыс емес. Кейбір жағдайлары, мысалы, айтайық, носкидің үстіне мәсх ете салу деген сияқты фиқ жайында дұрыс емес жағдайлар бар. Солар дұрыс емес болғаннан кейін адамда ақылақ качество болмайды качество болмайды. А мұсылманда болу керек болған мінез құлық ол адамда болмайды содан кейін. А негізгі мақсат негізі осы еді. Мысалы, біз не үшін сенеміз, не үшін амал етеміз? Кемелдену үшін. Мінез құлық бәрі де кемелдену үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына имам Ғазали де өзінің алғы сөзінде мына хадисті келтіреді пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыздың бір миссиясы
осы жер бетіне келуінің бір миссиясы мынау болған: иннама буайсту лиутаммима макаримал ахлақ. Мен жіберілдім дейді, жаратылдым дейді. Не үшін? Әдемі мінез құлықты тамамдау үшін. Сонда қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге Алла тағаланың бірлігін үйрету үшін жіберілді. Алла тағала жалғыз екендігін. Ислам діні соңғы шариғат Алла тағаланың, Құраны кәрім Алла тағаланың ең соңғы кітабы екенін, өзінің пайғамбар екенін. Сонымен бірге пайғамбарымыздың бір миссиясы мінез құлықты кемелдендіру үшін жіберілген екен. Адам баласының мінез құлқы ең кәдімгі шыңға жету керек, барлық жағынан. Көркем болу керек, барлық жағынан. Қандай жақсы қасиеттер бар, соны өзіне дарып, ал жаман қасиеттерден аулақ болу керек. Бұл бір әр адам былайша айтқанда мақсаты. Ертең ақыретте Құдай тағаланың алдында енді сол жағдайға қарап адам енді өлшенеді жағдай. Сондықтан мына ақылаққа, мінез құлыққа жай былай аяқ үсті қарамау керек, өте маңызды бір нәрсе. Осы ақылақтың ішінде енді жаңа айттық қой, көп сипаттары бар. Көп сипаттары жаңағы ол адам кішіпейілі болады, сабырлы болады, мінезі жұмсақ болады, ашуланшақ болмайды. Сондай көптеген сипаттар бар. Жомарт болады. Соның барлығы, соның бірі әдепті болады. Өте әдепті болу. Жоғары деңгейде әдеп болу керек. Жалпы мұсылман адамда сондай жақсы қасиет болу керек. Ол адамнан ешкім қорықпау керек былайша айтқанда. Егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер де сізден көршілеріңіз бір қорқатын болса, күмәнданатын болса, онда ол адам әлі кемелдікке, кәміл мұсылман емес әлі. Кемелдікке жеткен емес. Егер сіздің көршіңіз үйіндегі заттары, күректерін аулада тығып, сарайға кілтеп, сізге қарап қойып, мынау алып кетуі мүмкін дегендей. Сізден сондай бір нететін болса, сізге үйін тапсыра алмайтын болса, сізге бала шағасын тапсыра алмайтын болса, ай мынау бүйтіп кетуі мүмкін, сөйтіп кетуі мүмкін. Значит, бізде әлі ондай қасиет жоқ деген сөз. Әлі біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз. Мұсылман адам өте сенімді болу керек. Аманатты жай біраққа тапсыра алатын жағдайда болу керек. Ешқандай күмәнданбай, қорықпай. Өйткені мұсылман адам тек қана айналасына пайда шашып тұратын адам, жақсылық шашып тұратын адам. Ешқандай грамм зиян тимеу керек ешкімге. Енді бүгінгі сабағымыз осы ақылақтың ішіндегі бір мінез құлық, ол әдеп. Сол әдеп жайында болады. Әдеп дегеніміз фарыз, уажиб және сүннеттердің сыртындағы жақсы көрілген нәрселерге айтылады. Ережесі жазылуы болады. Әдеп дегеніміз фарыз, уажиб, және сүннеттердің сыртындағы жақсы көрілген амалдарға айтылады. Әдеп ол фарыз емес, уажиб емес, сүннет емес, бірақ оның сыртындағы нәрсе. Оның сыртындағы нәрсе дегенде де еще ол жақсы көрілген нәрсе. Бәрі құптайды оны, керемет, жақсы деген сияқты. Соған әдеп деп айтылады. Бір әдепті нәрсені мысалы таба алмаймыз, фарыздан таба алмаймыз, фарыздың ішінен, уажибтан таба алмауымыз мүмкін, сүннеттен де таба алмауымыз мүмкін. Бірақ та жақсы көрілген нәрсе, бәрі құптайды, әдемі нәрсе. Мысалы айтатын болсақ, бізде мысалы қазақ халқында салтымызға жаңа кіріп кеткен кейбір іс-әрекеттер бар. Келін балдардың әке-шешесіне, ата-енесіне сәлем беру деген сияқты. Мысалы ол фарыз емес, қарап отырсақ. Құдай тағала өйтіп ет алып жатқанда сәлем беріңдер деп айтпайды, мысалы табақ алып жатқанда.
важип та емес, сүннеттен де көре алмаймыз былайша айтқанда. Бірақ сүннеттен мындай нәрселер бар, тікелей ол болмаса да, бірақ үлкендерді құрметтеу, кішілерге ізет көрсету бар. Бірақ та жаңағыдай именно біздің әдетке, салт дәстүрге сіңіп кеткен, ет алып жатқан кезде сәлем беру келіннің, бет ашатқан кезде атасына, әжесіне, барлығына жеке-жеке сәлем беру, мысалы, ол да бір әдептің бір несі, көрінісі, сыйлаудың көрінісі. Жақсы көрілген нәрсе ешқандай шариғатқа ешқандай несі жоқ, қайшылығы жоқ. Әдепке былай жиынын қаралмау керек, әдеп жасалмаса не болады дейсіз, ол фарз емес, важип та емес, сүннет емес, оны жасамаса не болады дейсіз деп жиынын қарамау керек. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Худжурат сүресінің 2-ші аяты, жазып алсаңыз болады, Худжурат сүресінің 2-ші аятында әдеп жайында нақты айтылады, әдеп жайында. Худжурат сүресі 2-ші аят. Просто жазып қойыңыз, солай нетпей қойып, әйтсек ұзақ болып кетеді. Қазір өзіңіз кейін Құран кәрім ашып алып оқысаңыз болады. Худжурат сүресінің 2-ші аятында Алла Тағала былай деп береді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману, ей иман еткендер. Я деген нида деген сөз, қаратпа сөз. Я ей деген сөз, қарату үшін адамды бұрып. Я айюхаллазина аману, ей иман еткендер, ла тарфау, көтермеңіздер. Асватакум, дауыстарыңызды. Фауқа саутин набии, пайғамбардың дауысынан жоғары дейді. Пайғамбардың дауысынан жоғары дауыстарыңызды көтермеңіздер, ей иман еткендер. Вәлә тәжһәру ләху бил қаули кәжәхри ба'дикум ли ба'д. Бір-біріңізге айқайлап сөйлегеніңіз сияқты пайғамбарға айқайламаңыз дейді Алла Тағала. Ал айқайласа не болады екен? Соны айтады қазір. Айқайласа не болатынын айтады. Антахбата а'малукум, амалдарыңыз жоқ болып кетеді. Амалдарыңыз, істеп жатқан 5 уақыт намазыңыз мүмкін, ұстап жатқан оразаларыңыз, құлшылықтарыңыз жоқ болып кету, жоқ болып кетеді. Вә әнтүм, сіз болсаңыз, ал сіз болсаңыз, лә тәш'урун, сезбей қаласыз дейді. Даже сезбей қаласыз, жоқ кетіп қалғанын, сауаптың бәрі ұшып кеткенін сезбей қаласыз, бірақ амалдарыңыз жоқ болып кетуі мүмкін дейді. Пайғамбарға істеген осындай іс-әрекетіңіз арқылы. Енді бұл аяттың тәпсірінде былай деп жазады. Рухул Баян деген тәпсірде былай деп жазады. Егер дейді, мына жерде дейді, Алла Тағала дейді, нені айтып жатқан жоқ дейді. Мына жерде пайғамбарды мазақ қылып айтып тұрса дейді, ол итақты белгілі, ол күпірлік дейді. Ол адам Құдай сақтасын кәпір болып кетеді, мазақ қылып тұрса. Немесе пайғамбарды бір төмен санап тұрса, не болады дейсің оған айқайласа. Түк болмайды, ол өзіміз сияқты бір адам ғой деп төмен санап тұрса, онда да күпірлік болып кетеді. Өйткені әлі сүннет уәл жамааттың ақидасында шариғаттан болған бір нәрсені жеңіл санау, чепуха деп санау, немесе мазақ қылу адам діннен шығарады. Ақидада солай. Әлі сүннет уәл жамааттың ақидасында солай. Мысалы, бір адам шариғатта мысалы харам етіп тұрған нәрсені, түк болмайды, оны істесең, мәкрух болады, ода түк болмайды деп санайтын болса, кішкентай көретін болса, діннен шығып кетеді. Сондықтан, мысалы, арақ харам. Жоқ, арақ не ол? Бидай ғой, ол таптаза ғой. Нан жеп жүрміз ғой. Түк болмайды оны ішсе деп, соны халалға шығарса, діннен шығып кетеді. Жеңіл қарайтын болса, аяқ үсті қарайтын болса. Қазір темекіні, темекі не болады дейсің, қырсын. Түк болмайды ол. Мәкрух ол деген, тарта берсең болады. Кальян, анау, мынау, насыбай, соның бәрін істей берсең болады. Ол Құранда жоқ деп жеңіл қарайтын болса, шариғаттан болған нәрсеге, ол адам діннен шығар. Өйткені ол прямой Құран кәрімде болмауы мүмкін, тікелей. Бірақ обязательно Құран кәрімде болған нәрсе харам емес. Сүннеттен болған нәрсе де харам болуы мүмкін. Жалпы шариғаттың бір үкімі 4 нәрседен алады. Дәлелді 4 нәрседен алады. Белгілі жағдай. Біріншісі, тағы да бар әрине, бірақ негізгісі 4-еу. Біріншісі, әділе шарайы деп айтады оған. Шариғат дәлелдері. Біріншісі, кітап, яғни Құран кәрім.
дәлелді Құран кәрімнен алады. Бір үкім шығару үшін, бір нәрсені фарыз деу үшін, немесе харам деу үшін Құран кәрімнен алады. Бірінші. Екінші, сүннеттен алады. Сүннет үшке бөлінеді. Қаули, сөзбен айтқан, фиали, іспен жасаған, және тақрири. Біреу жасаған кезде оны тоқтатпаса, ол да сүннет болып саналады. Мысалы айтайық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фиали сүннетіне мысалы сақалын айтуға болады. Сақал өз іс-әрекетінде өзі болды, жасады соны. Немесе бір іс-әрекет жасады, мысалы айтайық. Мысалы, қолын намазда тек қана бір рет көтеру. Ең басты намазға ифтитах, тахрими такбирде бір-ақ рет көтеру, ең басында көтеру тек қана. Ол сүннет. Құлақ деңгейіне дейін көтеру сүннет. Жұмсағына тигізу мұстахаб. Құлақ деңгейіне дейін көтеру сүннет, осы іс-әрекеті ол фиали, өзі іспен, движениемен жасады. Немесе ауызбен жасаған қаули бар. Мысалы, мисуақ қолдану жайында айтқан сөздері, хадистері, мисуақ қолданыңдар. Егер сіздерге ауыр тимегенде, мен сіздерге әмір етуші едім дейді. Яғни міндет етуші едім мисуақтың. Бірақ сіздерге қиын болып кетеді, ертең күнәһар болып қалады ғой деп міндеттемей жатырмын дейді. Әйтпесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мисуақтың пайдасы өте көп. Егер бізге қиын болмағанда, бізге мынаны уәжіп деп айту да мүмкін еді. Сауабы өте көп. Пайғамбарлардың бәрі орындаған. Өте көп пайдасы бар екен. Алла Тағала риза болады екен, періштелер ол адамға истиғфар етеді екен. Шайтан алилан наоборот ызаланады екен мисуақ қолданған кезде адам. Аузын есін кетіреді дейді. Қақырық деген нәрсе болмайды дейді. Намаздың сауабы 2 рекат оқыған кезде ол 70 есеге көбейеді дейді мисуақ қолданған адамдікі. Бірақ ол деген сөз мынадай деген сөз емес. Мешітте отырып алып, бүйтіп алып отыру керек деген сөз емес ол. Ол деген сөз мысалы қараңыз, иә? Бір жағынан этикаға жараспайды. Жаңа ақылақ оқыватырмыз біз. Мінез құлық, әдеп жағынан этикаға жараспайды. Адамдардың көзінше бүйтіп алатқан. Бір жағынан ол адам дәреті бұзылып кетуі мүмкін, қан ағып кетуі мүмкін. Бұл негізі мисуақ дәретте қолданылады. Дәретте. Всегда дәрет алатын жерде немесе қалтасында болады. Дәрет алып аузына су алып жатқан кезде, сол кезде фиқх кітабын, ислам ғылым халын оқысақ, айтады, мисуақ қолданасыз дейді. Мисуақ алып, дәрет ауызға су алғаннан кейін бүйтіп қолданасыз, болды. Сүннетті орындадыңыз. Ары қарай жалғастырып кете бересіз. Болмаса дейді, саусақ дейді. Мисуақ болмаса саусақ. Ал оны кез келген жерде отырып алып, жұрттың көзінше ашып алып, бүйтіп нетіп отыру емес ол. Мысалы, бұл қаули сүннеті, ауызбен айтқаны. Мысалы, үшіншісі тақрири, біреу істеп жатқан кезде оны тоқтатпаса, молчание, знак согласия деген сөз, ол да сүннет болып саналады. Мысалы, оған таспих кіреді. Қазіргі кезде көп балалар айтады, ой, таспих бидғат, қолмен санап, жоқ, бидғат емес, ол да сүннет. Өйткені Айша анамыздан келеді, Айша анамыз айтады, мен құрманы сүйегінен жіп өткізіп санадым дейді. Пайғамбарымыз көрді, ешнәрсе айтқан жоқ дейді. Және ондай сахабалар да болған. Сол тастардан, ағаштан, бір нәрседен, шаттауықтан сөйтіп жасап, бірақ ешнәрсе айтпаған. Оған тақрири сүннет деп айтады. Егер ол бидғат болса, пайғамбарымыз сразу запрет жазды, бұлай жасама деп айтушы еді. Значит, ол жақсы нәрсе. Болады, ода тұрған ешнәрсе жоқ, шатаспау үшін. Біріншісі кітап дедік, екіншісі сүннет, сүннет үшке бөлінеді дедік. Төртіншісі ижма үммет. Үшіншісі ижма үммет. Ижма дегеніміз бір дәуірдегі ғалымдар барлығы бір ауыздан бір мәмілеге, бір келісімге, бір пәтуаға келетін болса, ол да шариғаттың дәлелі болып саналады. Шариғаттың дәлелі болып саналады ол да. Мысалы, Құранда прямой болмауы мүмкін, хадисте прямой болмауы мүмкін, бірақ бір уақыттағы ғалымдар бір ауыздан бір мәселеге келсе, мысалы айтса, қазіргі уақытта, мысалы, білмеймін енді, мысалы, 50 жыл бұрын шыққанша кәлян деген бәлелер, иә. Сол кәлян харам деп пәтуа берді ма, бітті. Ол дәлел болып саналады. Сол ғалымдардың шығарған пәтуасы бізге дәлел болып саналады. Біз айтамыз, харам болды, осындай харам. Темекіні харам деді, бітті, харам. Төртіншісі қиясы фуқаха. Фақих адамдардың қияс салыстыру арқылы үкімін шығару. Мысалы, Құран кәрімде, хадистерде прямой, мысалы, пиво, шампанский жоқ, бірақ шарап бар, мас қылатын нәрсе бар, шарап. Егер аты жоқ нәрсе, бірақ аты бар нәрсемен салыстыру арқылы ішіндегі құрамдар бірдей болса,
Анау харам болған сияқты, мынау да харам болады. Аты өзгере берсін. Іші бірдей. Мейлі аз болса да. Өйткені хадис бар. Аз көбі мас қылатын нәрсенің азы да харам. Қияс қалай болды? Тағы да мысал келтіре болады ма қиясқа? Түсінікті ғой, барамыз еді, одан кейін ғұламалардың несеуі. Сосын түсінікті, ғұлама жиналады да бір үкім шығарады. Үшіншісі қиясты қалай? Төртіншісі қияс фуқаха, фақих адамдардың салыстыру арқылы. Фақих, фихты меңгерген. Оны кез келген адамды салыстыра бермеу керек. Болмайды, оларға рұқсат жоқ. Полномочиясы жоқ. Қатысқа себеп болған нәрселері соны несейді? Соны салыстырады, мысалы, салыстырмалы арқылы соны нетеді. Үкімі бар нәрседен, үкімі бар нәрсеге қарап, үкімі жоқ нәрсені салыстыру арқылы үкімін шығарып береді. Мас қылатын нәрсе, мысалы, кальян мас қылады, наркотик мас қылады, анаша, марихуана, анау бәрінің үкімі сол неге кіреді? Мас қылатын нәрсеге кіреді, яғни араққа кіреді де, ол да харам болады. Онда біздер айтпаймыз оны, конечно. Фақих адамдар, фих меңгерген сондай адамдар уже бекітіп, ислам ғылымханына бізге бәрін жазып сөйтіп кеткен. Түсінікті уже оқимыз. Бұл неден шықты бізде? Осы жаңа неден шықты бұл? Бұл бізден неден шықты? Жаңағы айттық қой. Бұл жерде осы жаңа Худжурат сүресінің 2-ші аятының тәпсірінде айтылып жатыр. Бұл жерде Алла Тағала мына мазақ қылып, немесе кішкентай көріп айтып тұрған адамды айтып тұрған жоқ дейді. Өйткені ол итақта күпірлік. Ол адамға «Я юхаллазина аману», иман еткендер деп айтпаушы еді оларға. Ол итақта күпірлік жасап тұрған адам. Сондықтан бір адам егер шариғаттан болған бір нәрсені кішкентай санайтын болса, немесе мазақ қылатын болса, ол да күпірлік. Алла Тағала бір нәрсені фарз етіп бұйырды, оны құрметтеу мұсылманның міндеті. Егер де оны мазақ қылатын болса, ол адам күпірлік еткені, яғни діннен шыққаны. Шариғаттан болған бір нәрсе мазақ қылатын болса, бір адам мысалы өзін мұсылманмын деп, бірақ та Алла Тағала бұйрық еткен нәрсесін мазақтайтын болса, орамалды мазақ қылатын болса, Құран-ы кәрімді, намаз, ораза, соларды мазақ қылатын болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Сондықтан мына жерде тәпсірде айтылады, бұл жерде дейді Алла Тағала сол жағында айтқан жоқ, Алла Тағала именно әдепсіздікті айтып жатыр дейді. Пайғамбарға қарсы әдепсіздік жасамаңыздар. Егер әдепсіздік жасасаңыздар, онда амалдарыңыз жоқ болып кетеді, сіздер тіпті сезбей қаласыздар. Өйткені ол әдепсіздік, дауыстарыңызды көтеру, ол бара-бара соған алып барады дейді. Бара-бара. Мысалы, бірнеше адам қараңыз, дауыс көтеріп жатыр. Дауысын пайғамбардан жоғары санап жатыр, жоғары көтеріп жатыр. Одан кейін бара-бара ол адам пайғамбарымызды кішкентай көре бастайды. Одан кейін бара-бара тіпті мазақ етуге, сондай күпірлікке барады. Сондықтан ең кішкентайынан сақ болу керек, абай болу керек. Жалпы мына адамның несін, біздер негізі ақлақ қой, неміз сабағымыз, бірақ кішкене кетіп қаламыз, өйткені тақырып былай бір-біріне байланысты нәрсе. Мысалы, иман. Мына ортасындағы иман дейтін болсақ, бұл иманды қорғайтын бізде фарыздар қорғайды. Фарыз қорғайды. Бұл фарызды бізде уажиб қорғайды. Оны бізде сүннет қорғайды. Оны бізде жаңағы мұстахаб қорғайды. Оны бізде мұстахабты бізде нафил қорғайды. Нафилді бізде мәндуб қорғайды. Мәндуб дегеніміз әдеп деген сөз. Әдеп деген сөзден шыққан мәндуб деген сөз. Сондықтан бұл бір-біріне взаимосвязанный нәрсе. Сонымен әдепті бір адам тастаса, әдепте тұрған не бар дейсің, құрсын. Ең кішкентай саты ғой, ол бірінші баспалдан. Иманы мықты болса болды деген сияқты. Сондай амал жасаса, ол адам бара-бара нәпілдерге жиыны қарайтын болады. Нәпілдерді орындамаймын. Тәжүд намазы не керегі бар, дұға намаз, әуебин деген намаз не керегі бар деген сияқты ысыра бастайды. Нәпіл оразалары не керегі бар, құрсын. Фарз, Рамазан ұстап жүрміз ғой, жетеді деп.
Сосын ол адам жайлап жүріп сүннеттерді ысыра бастайды. Сүннетті істемеген адамға уже шайтан алеланы нәпс уже уажибіне прямой соққы алады. Бұрын мынаған удары мынаған тиеді, енді мынау уже жоқ, мына стенка жоқ, прямой уажибтің стенкасына ұрады. Сосын уажиб бір күні уажибі құлайды. Уажибтің стенкасы бір күні құлайды. Содан кейін ол адам уже фарызға жиыны қарай бастайды. Көрдіңіз? Құдай сақтасын, ең соңында уже иманнан да кетеді. Сондықтан бұл мәселелерге өте мұқият қарау керек. Әдеп деп былай аяқ үсті жеңіл қарауға болмайды. Өйткені бұл бара-бара адамды тіпті діннен, иманнан шығаруы мүмкін. Негізі бұлай жасағандар, бұл аяттың түсу себебі бұрынғы кезде бәдәуилер, енді пайғамбарымыздың уақытында бәдәуи дегеніміз қаладан ұзақ, мәдениеттен, білімнен ұзақ жерде болғандықтан, оларда білім жоқ, білім болмағаннан кейін мәдениет деген нәрсе жоқ. Сөйтіп дөрекі сөйлейтін болған. Кейбір ұзақ ауылдан келіп, мысалы пайғамбарымызға атын атап, дауысын айқап, «Ей Мұхаммед, бергейші» деп сөйтіп айқайлайтын болған кейбір сахабалар. Сосын енді постоянно қасында жүрген сахабалар, Хазіреті Әбу Хурейра деген сияқты сахабалар тыятын болған. Олай айтпаңыз, өйткені Алла Тағала бізде Құран-ы Кәрімде бізді аятпен одан тыйды. Худжурат сүресінің 2-ші аятында «Я юхаллазина аману, ей иман еткендер, ла тарфау асватакум фауқа саутин наби». Пайғамбардың дауысынан дауыстарыңызды көтермеңіздер деп бұйырды. Сондықтан өйтіп айқайламаңыз деп оларды үйрететін болған. Мына мінез құлық өзгермейді деген нәрсе бар, білесіздер, сөйтіп айтады кейбір адамдар, мінез құлық өзгермейді, ол мүмкін емес деп. Сүйекке бітеді дейді бізде, қазақта айтады. Мінез құлық сүйекке бітеді. Сондықтан орыстар айтады, Горбатова могила исправить дейді. Сондықтан оны қабірге келген кезде ол дұрыс, невозможно дейді. Олай емес негізінде, олай емес. Әлбетте, кейбір мінез құлықты өзгерту өте қиын екен. Ол адамға сіңіп кетеді екен бойына. Сіңіп кетеді. Кішкентай кезіндегі тәрбиеден бастап сіңіп кетеді жаман мінез құлықтар мысалы. Немесе сондықтан жақсы мінез құлыққа бала кезінен тәрбиелеуге тырысу керек. Бірақ егер мінез құлық өзгермейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде мінез құлықтарыңызды әдемілеңіздер, көркемдеңдер деп айтпаушы еді. Егер невозможно жағдай болатын болса. Сондықтан возможно, бірақ өте үлкен еңбек керектер еді. Өте үлкен. Адам деген кәдімгі күресу керек. Әр адам өзінің слабы жерін біледі. Мысалы, бір адам болуы мүмкін, сабырсыз болуы мүмкін. Шыдамайды вообще дейді, момент. Бір адам болуы мүмкін, ашуланшақ болуы мүмкін. Бір адам саран болуы мүмкін, бермейді вообще дейді. Бұлай қысып алады қолын. Сондай болуы мүмкін. Каждый адам өзінің бір слабы жері болады. Сонымен постоянно күрес. Өмір бойы күрес. Жаман качестволарды, жақсы качестволарды айналдырып отыру. Постоянно. Жихад, нәпспен жихад. Үлкен, қиын, бірақ мүмкін нәрсе. Мүмкін нәрсе. Абай атамыз да қара сөзінде айтады, егер дейді, мен қолымда законым бар адам болсам дейді, именно закон деген сөз қолданады, орысша сөз қолданады, орысша оқыған. Егер мен законы бар адам болатын болсам дейді, мінез құлық өзгермейді деген адамның тілін кесіп тастаушы едім дейді. Сол невозможно жағдай деген сол, өзгереді иншалла. Еңбек керек бірақ та. Мына шариғатымызда әдәбі муашарат деген тақырып бар. Әдәбі муашарат деп айтады оған. Әдәб деген әдеп сол күйінде, ал муашарат деген сөз айналадағы араласып жүрген адамдармен әдеп деген сөз. Соларға қарсы әдепті болу. Оған бәрі кіреді. Оған кіреді өзіміздің бірінші очередь семьямыз кіреді. Әйеліміз, бала шағаларымыз. Оған кіреді көршілеріміз кіреді. Тума туысқан, жұмыстағы қызметтестер, бірге оқып жүрген жаңағы түлектер дейміз, студенттер, барлығы кіреді. Солардың барлығымен де өте сондай әдепті жағдайда болу керек. Ешкімге жаңағы дөрекі болмай, бәріне де өте әдепті болуға тырысу керек. Енді сол жанымыздағы адамдарға, айналамызға әдепті болуда әрине кейбір қиындықтар бар. Соның бірі
адамдарды идара жасау керек. Идара дейді. Мударат деп айтады, жаңағы мударат дегеніміз басқару деген сөз. Басқару. Басқару деген кезде еще оған тек қана енді қазақша прямой мағынасы жоқ шығар. Басқару дегенмен бірге еще оның берген қиындықтарына төзу деген мағынаны білдіреді. Енді сізбен бірге постоянно араласып жүреді, ол адам сізге кейде бір жүк салуы мүмкін, салмақ салуы мүмкін. Соған да төзу деген сөз. Семьяныздағы адамдар бар, бала шағаңыз бар, тума туысқан, сізге кейде бір салмақ салуы мүмкін, қиындық. Бірақ соған мұсылман адам солардың барлығына да төзу керек. Көтере білу керек соларды. Әбу Дарда радиаллаху ан сахаба айтады, адам бауырының бір жаман іс-әрекет жасаса, бауыры, сол бауырын жек көрмеу керек дейді. Тек қана оның жаман ісін жек көру керек дейді. Өйткені Алла Тағала Шуара сүресінің 216 аятында былай деп береді. Алла Тағала. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаин асаука. Егер саған қарсы келсе дейді, бір зияндық берсе, фақул айт дейді оған, инни мен бәриум аулақпын, мимма та'малун сенің істегеннен деп айтты. Алла Тағала айтып жатыр. Сенің істегеннен мен аулақпын. Сенің істеген дұрыс емес, мен оған қосыла алмаймын деп айтты. Алла Тағала бұл жерде инни мен бәриум аулақпын, минкум сенен деп айтып жатқан жоқ. Мимма та'малун сенің істегеннен деп жатыр. Егер де ана адамды жек көру керек болса, Алла Тағала сенен аулақпын, сен аулақ жүр, ұзақ жүр мен деп айтушы еді. Жоқ, сен ісіңнен аулақпын. Мен сенің ісіңді енді қосыла алмаймын сенің ісіме деп айту керек дейді. Жалпы сондай болу керек. Адам тек қана ісін жек көруге болады, мұсылман адамды ешбір уақытта жек көруге болмайды. Адам қиындыққа түскен кезде одан бет бұрып ойнау деген, бір адам күнә жасаған кезде одан мынау күнәһар, мынау күнә жасап жатыр деп бет бұрып кетіп қалмау керек дейді. Керісінше ол адам көмекке тіп одан да қатты зәру болып тұр. Қазір қиналып тұр. Сондықтан оған керісінше көмек қолын ол кезде созу керек деп айтады Әбу Дарда. Имам Байхақи Шуабул Иман деген жаңа жинағында, хадис жинағында Имам Байхақи мына хадисті айтады. Мударатун наси садақа. Адамдарды идара ету садақа дейді. Басқару. Идара деген ол жаңағы айттық қой, басқаруға да кіреді, еще плюс берген қиындықтарына төзу. Берген қиындықтарына төзу. Ол садақа сауабын алады дейді бір адам. Өзінің шаруасын түсіріпті да сізге біреу. Проблемасын сізге нетіп жүктеп тұр. Сіздің ешқандай қатынасыңыз жоқ негізінде. Байланысыңыз жоқ, бірақ сізге салып тұр. Оған шыдау, төзу, сол бір ол садақа сауабын алады дейді одан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да хадисінде береді. Умирту әмір етілдім дейді мен. Немен? Би мударатин наси адамдарды идара етумен, басқарумен. Кама не сияқты? Кама умирту би адаил фараилли. Фарыздарды өтеумен қалай әмір етілсен, тура солай адамдарды басқарумен де әмір етілдім дейді. Өйткені пайғамбарымыз оны әлбетте ең үлкен бізге үлгісін көрсетіп кетті. Қаншама қиындықтар көрсе бәрі нетті, шыдады. Соларды басқарды. Бір жағдайын мысалы айтатын болсақ, мына Асқар Сабин ұстаз көп айтады жаңа ана хадисті. Имам Муслимнен келеді. Имам Муслимнен келеді мындай хадис. Егер де дейді, халқым дұрыс түсінсе дейді, мен Қағбай Муаззаман, қазіргі біздің Қағбаның екі есігін ашушы едім дейді. Тағы екінші есік. Және де жығып тастап дейді. Мына Хижри Исмаил дейді, сол жерден салушы едім дейді. Қазір Қағбай Муаззаман мындай төрт бұрышты. И мына жерден мынадай бір фундамент бар, арка сияқты домалақ фундамент. Мынадай. И мына бұрышта міне бір есігі бар. Мына жерде бар, есігі бар.
мына жақта, не есігі бар. Енді қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер дейді, менің халқым дейді, мені дұрыс түсінсе дейді, дұрыс түсінбей қалуы мүмкін еді халқы. Өйткені бұл Бейтулла бұрыннан бар еді. Ибрахим пайғамбар, оның баласы Исмаил пайғамбар, екеуі салған еді баяғыда. Сонда бұрыннан келіп бері бар. Бұл кезде арабтарда бұл вообще бұл бұрыннан киелі саналатын еді. Олар да бұны Құдайдың үйі, бұл қасиетті жер деп айтатын еді бұрыннан. Сондықтан оларда бір қате түсінік болуы мүмкін еді. Сонда пайғамбар айтады, егер дейді менің халқым, қауымым қате түсінбеген дейді, мен мынаның бәрін полностью жығып тастап, стенкіні мынадан салушы едім дейді. Мынадан. Өйткені негізі мынауда Қағбаның іші болып саналады. Біз тауап жасаған кезде мынаның сыртынан жасаймыз. Фундамент сыртынан. Ешкім ішіне жасамайды. Өйткені бір адам мынаның ішінде намаз оқыса, мына фундаменттің ішінде, Қағбаның ішінде оқығанмен бір-бірдей, өйткені ол соның іші болып саналады. Вообще. Сондықтан айтады, мынаны жығып тастап, мына жерден салушы едім дейді. Еще дейді, мына жерден кіріп, екінші жерден шығатын бүйтіп, чтобы адамдар бір бұрышынан кіріп, келесі бұрышынан шығатын, екінші есік ашушы едім дейді. Бірақ олай істемеген. Полный возможность болды, полный возможность. Сахабаларға бір өзі айтса болды, мына бәрін жығып тастап, қайтадан салушы еді. Бірақ қатесін етеді. Несімен, жағдайларымен санасты. Қарады, жағдайларына қарады. Мүмкін көтере алмай қалуы мүмкін бұл. Бұл жағдайды көтере алмай қалуы, басқаша түсініп қалуы мүмкін деп санасты. Мысалы, Муаз бен Джабалды Йеменге жіберіп жатқан кезде санасты. Айтты, ей Муаз, сен кітап иелеріне бара жатсың. Яғни олар Иса пайғамбардың жаңағы шариғатымен бұрын жүрген еді Йемен. Кітап иелеріне бара жатсың, сен оларды бірінші бір Құдайға және менің пайғамбар екеніме шақыр дейді. Иманға шақыр дейді біріншісі. Одан кейін оны қабылдап жатса дейді, намазды әмір етіп оларға дейді. Оны қабылдап жатса зекетті дейді. Көрдіңіз ғой? Этапны айтып жатыр, этапны. Сразу грузить етіп жүр бар, мә. Мынаны істесең істе, істемесең тозаққа кетесің, все деп. Олай емес, этапны. Уақыт болды ма? Аяқта жүрміз. Этапны бірінші жаңағы не, сондықтан адамдарды жаңағы жағдайына қарау, басқару, ол әлбетте әр адамның өзі жалпы міндеті болып саналады. Осымен тамамдайық. Сізден сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі сабаққа? Ақылақ сабағына жалпы. Жалпы ақылақты түсіндіңіз ғой, ол ихсаннан шыққан жалпы. Сол сала ретінде ол былай нақтыланған. Әйтпесе бұрынғы кезде мынаның барлығы сахабалардың бойында бар еді, бәрінің бойында. Оларда ақида бойында бар, Алла тағала тура қалай сену керек, әлі сүннет уәл жамааттың ақидасында еді олар барлығы. Оларда фиқ жағынан проблема жоқ еді ешқандай. Бір сұрақ туындай ма, прямой барады Алла нешісіне. Ей Алла нешісі, мұндай жағдай болып не істеймін? Мысалы, мына жерде жарамнан сары су ағып жатыр, дәрет бұзылған прямой сұрайды. Немесе ғалым сахабалар бар, олардан прямой сұрайды. А енді ақылақ мінез құлықтары ең көркем деңгейде жаман мінездермен бәрі күресіп, жақсы мінез құлықпен жаңағы көркемдеп бойына сіңіретін еді олар. Ал енді қазіргі кезде ондай жағдай бізде болмағандықтан, уже бізде наука ретінде, бір ғылым ретінде кітаптар жазылып, қорғалып, сондай нәрсе болған. Енді бүгінгі сабағымыз осы ақылаққа жататын, ақылақ деген сабағына жататын, тек әдеп деген бөлімді оқыдық. Соның бірге сіздер ары қарай жаңағы оқи бересіздер.